Бәріне сәлем, менің атым Бауыржан және бұл Бокаплей арнасы. Арнаға тіркеліп, колокольчик басып, лайк басып, арнаны қолдап отырамыз. Кеттік. Достар, біз Всемайкимен бірігіп қазақстандықтарға арналған интернет магазинін аштық. bokaplay.всемайкишоп.ру. Онда сіз өзіңіздің киіміңіздің дизайнын жасай аласыз, немесе дайын киімдерді сатып ала аласыздар. Сілтемесі астында. Жақсы көлік алуды қалаймыз, жақсы квартира алғымыз келеді, әдемі диванды қалаймыз, жаңа телефонды қалаймын. Шуба әперші деп миыңызды аштады. Мен өз достарыма және таныстарыма кредит алуға мүлде болмайтынын көп айтамын. Бірақ көбісі мені тыңдағылары да келмейді. Ал менің кредит туралы ойым ешқашан өзгермейді. Осы видеода мен өз ойымды барынша түсінікті тілде айтқым келеді. Бірінші, сен артық төлейсің. Адам банкке келіп ақша алады. Банк оған ақша береді, адам ақшаны пайдаланғаны үшін банкке бастапқы ақшамен қоса пайыз төлейді. Ол телефонды кредитке алған кезде де ол белгілі бір банктың ақшасын қолданады. Бұл автоматты түрде орындалады. Адам ол ақшаны өмірінде көрмеуі де мүмкін. Мысалы, адам 2,5 миллионға автомобильді кредитке алады. Жылдық пайыз 13% деп алайық. Ол бір жылда 325 мың теңге артық төлейді. Ал егер кредит 3 жылдық мерзімге алынған болса, 2,5 миллионның үстінен пайыз ретінде банкке тағы да 975 мың теңге төленеді. Яғни сен 975 мың теңге артық төлейсің. Көп адамдар бұны тіпті сезбейді. Егер де сол адам ақымақ болмаса, 3 жылда дәл сол ақшаны жинап, жаңа көлік алар еді, және ода 975 мың теңге артық ақшасы болар еді. Екінші, әдет. Кредитке ақша алу уақыт өте келе адамға әдет қалыптастырады. Ондай адамдар кредитті болмаса өзін ыңғайсыз сезінеді. Үшінші, қаржылық осалдық. Банкте кредиттік линия деген болады. Егер адам осы уақытқа дейін кредитті төлеп жүрсе, банк оған қарызға беруге болатын ақша сомасын өсіреді. Мысалы, адам миллион теңге кредит жапса, оның кредиттік линиясы 2 миллионға көтеріледі. Енді адам бұрынғыдан да көп ақша ала алады. Банкте ондай адамдарды жақсы көреді. Кез келген уақытта сіз ауырып қалуыңыз мүмкін, көлігіңіз бұзылуы мүмкін, ал сізде артық ақша жоқ. Себебі сен кредит төлеу керексің. Осылайша сен әлсіз денсаулықпен, сынық көлікпен банктың құлына айналасың. Банктың сенің қиындықтарында шаруасы жоқ. Ақшаны алдың ба, қайтар +%. Төртінші, денсаулық. Қарыздың болмауы және қаржылық қауіпсіздік адамның психикасының сақталуына әсер етеді. Ал қарыздар болса, керісінше психикаңыздың быт-шыты шығады. Жеңілдеу деген сезім бар. Қарызы төлеп біткенде рахат сезімге бөленесің. Наркотиктан алатын рахатқа ұқсайды. Осылайша кредит тәуелділікке әкеледі. Қарызды төлегендегі жеңілдік сезімі үшін адамдар барлық затты кредитке алуға тырысады. Үшінші пунктте айтқандай әдетке айналады. Бесінші, мода, норма. Бәрі осылай істейді дейді. Айналаңызға қараңыз, бүгінде кредитке дәрігерге баруға болады. Кредитке тіпті адамды жерлеуге болады. Көпшіліктің ойы мынандай: егер көпшілік алса, мен де аламын. Алтыншы, қазір пайызсыз кредитке алуға болатын кредиттік карталар шыққан. Сен артық төлемейсің, бірақ сен келесі 2 немесе 10 ай ішінде жұмыс істеуге қабілетті екеніне сенімді болу керексің. Қазіргі заманда сені ертең жұмыстан шығарып жібермейтініне ешкім кепілдік бере алмайды. Бұл менің жеке ойым. Егер саған қатты ақша керек болса, туыстарыңнан қарызға ал. Бәрі түсінеді, немесе ұрып ақшаны қайтару керек екенін түсіндіреді. Не болса да ешкім сенің квартиранды тартып алмайды. Егер осы видео ұнаса, лайк басып арнаға тіркел, ал сіздермен болған Бокаплей арнасы. Келесі видеода кездескенше.